Сана күші. Кітапта айтылған негізгі философиямен таныса отырып, сіз аса құштарлықпен қаруланған ой заттанады деген ой түйетін боласыз. Біздің сөзіміздің шындыққа жанасатынын немесе жанаспайтынын дәлелдеу мақсатында сіздерді стиль корпорациясының құрылу тарихымен таныстыруды жөн көрдік. Табысқа жету әдістемесінің құпиясын іздеу барысында жадыңызға бір нәрсені түйіңіз. Таңғажайып нәрселерді іздемеңіз, себебі олар жоқ. Алайда кез келген адам қол жеткізе алатын қағидаларды қолдануға сенімі мен батылы жететін жан үшін мәңгілік табиғат заңдары деген ұғым бар. Бұл заңдарды тәуелсіздікке жету жолында немесе дәулет жинау мақсатында еркін қолдана аласыз. Тез және нақты шешім шығара алатындар өздеріне не қажет екенін біледі және оған қол жеткізеді. Ондай көшбасшылар шешіміне сенімді өз ісіне беріп болады. Олардың көшбасшылық қасиетінің басты себебі де осы. Ісі мен сөзі бір жерден шығып, өзінің не қалайтындығын нақты білетін адамға бұл әлемнен сөз жоқ орын табылады. Жігерсіздік, жасқаншақтық секілді әдеттер адам бойында жас кезінде пайда болады. Егер жас буын орта мектепте я колледжде жүрген шағын нақты мақсатсыз өткізер болса, кейін бұл тарихта әдетке айналады. Шешім шығара алмау, мектеп бітіріп өмірде өз жолын табу ісінде де көрініс алады. Мектеп бітірген жастар әдетте табыла кеткен жұмысты істеуге дайын тұрады. Ал ол негізінен жасқаншақ адамдарға тән. Күнкөріс үшін ғана жұмыс істеп жүрген 100 адамның 98-інің мұндай жағдайға ұшырауының басты себебі шешім шығара алмай, не қалайтынын білмегендіктен болса керек. Табандылық әрқашан үлкен батылдықты қажет етеді. Айтып кеткеніміздей, тәуелсіздік декларациясына қол қойылған 56 адам азаттық жолында өз жанын да тәуекелге тікті. Белгілі бір жетістікті еңсерем деп алдына нақты мақсат қойған адамның ақшаға қол жеткізері сөзсіз. Ол шешім шығарғаны үшін өмірін емес, экономикалық жағдайын бәйгеге тігеді. Жақсылықтың болатынына сенбейтін, жоспар құрып, оның орындалуын талап ете алмайтын адам қаржылай тәуелсіздікке, байлыққа жете алмайды. Ойға алған ісін орындап, қалаған мамандығын игере алмайды. Сэмюэл Адамс Американың тәуелсіз мемлекет болуын қалай тілесе, сізде байлықты сондай нақты, қатты тілегенде ғана ойға алған дүниеңіз міндетті түрде орындалады.